Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пайғамбардың Сидратүл Мүнтахаға көтерілуі туралы баяндап беретін боламын. 7-ші қат көктен өткен соң пайғамбар Сидратүл Мүнтахаға келді. Бұл Жабірейіл періштенің тұрағы. 7-ші қат аспаннан жоғары тұратын Алла тағала ерекше хикметпен жаратқан жері екен. Бұл аспанның шекарасы болып есептеледі. Мұнда да періштелер Аллаға мадақ айтып тұр. Олардың бір тобы Тәурат, Забур, Інжіл мен Құранды жазып жатыр. Жабірейіл мен пайғамбар бір бұлттың жағасына тоқтады. Алланың хабибі, мына бұлттың суынан дәм тат деп, Жабірейіл періште кесе толы су ұсынды. Пайғамбар дәмін татып көрді де, оның ғажайып дәмінен талып қалды. Сәлден соң есін жинап, бұл ненің суы деп сұрады. Кәусар бұлағының суы осы деді. Менің үмметім де осы судан іше ме? Жоқ, Алланың хабибі, бұл Тәңірдің сізге арнаған сыйы, тек сізге ғана тиесілі деді. Егер менің үмметім Кәусар бұлағынан ішпейтін болса, мен де бас тартамын деп бұлақ суын ішпей қойды. Сол сәтте ұлық Алладан әуез келіп, әй қимас досым, үмметің бұл Кәусардан дәм татуы үшін менің бір шартым бар. Үмметің Рамазан айында ораза ұстасын, ауыз ашатын суын алдын ала дайын қылсын. Менің періштелерім осы Кәусар бұлағынан су алып, олардың ауыз ашарға дайындаған суына тамызып шығады. Сонда олар да бұл Кәусардан дәм татады деді. Содан бастап мұсылмандар оразада ауыз ашатын суды алдын ала арнайы дайындап қоятын болыпты. Бас мұқарраб періште Жабірейіл Сидратүл Мүнтахадан әрі ұшпай тоқтап қалды. Пайғамбар оның қолынан ұстап, «Ей досым, неге тоқтадың? Жүр кеттік» деді. Періште, «Ей Мұхаммед, Алла тағала маған дәл осы жерге дейін ұшуға рұқсат берген. Әрі қарай барсам, қанаттарым күйеді. Мен сені осы жерде күтіп, жер бетіне қайта апарамын. Алланың дидарын көру тек саған ғана жазылған ұлы бақыт» деп Сидратүл Мүнтахада қалды. Мұхаммед пайғамбар аң-таң болып тұрып қалып еді, алдынан Мәкәйіл періште шықты. «Ей Мұхаммед, саған әрі қарай мен серік боламын. Бұл менің маңдайыма жазылған бақыт. Әуел әлем жаралғанда біз 4 періште саған көрсетілетін құрметті бөліп алған едік. Енді менің кезегім келді» деді де пайғамбарға жол бастады. Пайғамбар Мәкәйіл періште екеуі жоғары қарай көтеріліп келе жатқанда, жолда Құран әріптері сияқты әдемі суретте ағып жатқан 7 дарияны көрді. Олардың түр-түсі бір-біріне ұқсамайтын өзгеше екен. Пайғамбар, «Я Мәкәйіл, мына 7 дария ненің хикметі?» деп сұрады. Бірінші дария тіршілік дариясы. Адам баласы дүниеге келген соң тіршілік қамын жасайды. Тірі қалып, аман сау жүрудің жолдарын меңгереді. Екінші дария білім дариясы. Тіршілікке жалғанып, қолы аузына жеткен үмметің оқу оқып сауат ашпаса, қараңғылықтан шыға алмас. Білім болмаса ит тірлікке байланып, надандықта қалып қояды. Сондықтан хат танып, білім жинау үмметіңе парыз болмақ. Үшінші дария ақыл дариясы. Ақыл білімнің сауыты деген. Екі дүниені қатар барлайтын ақыл нұры болмаса, құр білімнен пайда жоқ. Ақылсыз білім хақты тануға жол бермей, пендені тәкаппарлық дертіне ұшыратады. Сондықтан үмметіңе жаралыстан ғибрат алып, үнемі ойланып, ақыл айнасын нұрландыру міндет болмақ. Төртіншісі мейірім шапағат дариясы. Ақылды үмметіңе бұл дарияның хикметі дарымаса, суық ақылға бой алдырады. Ондай адамның көңілі қатайып, мейірім шапағатқа кедей болады. Сондықтан мейірім шапағатсыз, махаббатсыз ақыл тұл. Бесінші дария бейнет дариясы. Бұл дарияның хикметі қонғанда адам күш қайратын адамзаттың игілігіне жұмсайды. Жинаған білімі мен мал тәжірибесін кейінгі ұрпаққа үйретеді. Осы жолда тер төгеді, еңбек етіп халыққа қызмет етуден ләззат алады. Тақуалықта табанды болады. Алтыншы дария
Зинет дариясы. Бейнет түбі зинет деген. Бұл дарияның шарапаты тигенде ол үмметің еліне құрметті болар. Жас кезде төккен ащы терінің тәтті жемісін жейді. Халқы ондай адамды төбесіне көтеріп сыйлайды. 7-ші имандылық дариясы. Иман дариясы дарыған үмметіңнің жүрек көзі ашылады. Бұл кезде олардың кеудесінде жалғыз-ақ арман қалады. Ол Тәңірдің дидарымен қауышу. Бұлар құлшылық қылғанда бейне бір ұлық Алланы көріп тұрғандай сезімде болады. Риядан толық айығып, көңілінде ақирет күнінің қаупі дүнияның уайымынан басым болады деді. Сонда пайғамбар: мен үмметіме иман үйретіп жүрмін, ал мына жерде иман дариясы ең соңғы қабатта ағып жатыр. Бұл қалай деді. Сонда Мәкәйіл: жоқ, иман дариясы соңында емес, керісінше ең жоғарғы сатыға қойылған. Осы 7 дариядан түгел өткен үмметіңе кәміл адам дәрежесі нәсіп болмақ деді. Осы кезде пайғамбардың көңілі жайланып: «Я Алла, менің үмметіме кәміл адам дәрежесі нәсіп болғай» деп дұға қылды да 7 дариядан шалқып өтті. Бір кезде Мәкәйіл періште: «Досым Мұхамбет, мен енді әрі қарай ұша алмаймын, қанатым күйеді. Менің міндетім сені осы 7 өзеннен өткізу. Әрі жүрсем Аллаға қарсы келген боламын. Қайтарда сені осы жерде күтіп 7 өзеннен қайта алып өтемін» деп пайғамбармен қош айтысты. Пайғамбар пырақпен одан әрі көтеріліп еді, бір үлкен періштені көрді. Ол періштенің басы 7 көктен асып ғарышқа тиіп, ал аяғы 7 қат жер астындағы қақтасқа тиіп тұр. Оны жай адамдар көре алмайды. Оны Алланың қалауымен тек пайғамбар ғана көрді. Ол періштенің аты Ысырапыл екен. Оны Сахибу Сур, яғни сүр үрлеуші періште деп атайды екен. Оның көз жанары жиегінде күннің көлемінен 100 есе үлкен бір тамшы жас тұрды. Егер бұл жас жер жүзіне тамып түссе, бүкіл жер жаһанды түгел су басады екен. Нұх заманындағы топан су осы Ысырапылдың көзіндегі бір тамшы жасынан пайда болыпты. Ол 18 000 ғаламдағы от, су, жел, топыраққа жауапты. Ол Алланың әмірімен күллі табиғат, әр алуан құбылыстарды бақылап отыр. Әй Ысырапыл, қияметтің періштесі, сенің сүріңмен қияметте барша адам қайта тіріледі. Менің үмметім де тіріліп, Алланың құзырына барады. Сенен тілерім, менің үмметім қияметте қиналмай тұрсын. Менің ақ туымды оңай тапсын. Өзің жол көрсет деді пайғамбар. Ысырапыл: бір шартым бар. Егер үмметің күніне 100 рет «Ля илаха иллалланы» айтса, онда мен оларды қияметте оңай тірілтіп, сенің ақ туыңды адаспай табуына жол сілтейін деді. Сосын Ысырапыл періште пайғамбарға жол көрсетіп, жоғары қарай өрледі. Ол да бір мекенсіз жерге келгенде: «Я Алланың сүйікті досы, мен әрі қарай ұша алмаймын, қанатым күйеді. Енді сені Мәләкүл Мәуіт жеткізеді» деді. Мәләкүл Мәуіт өлім періштесі Әзірейіл еді. Пайғамбарымыз пырақпен самғап отырып жоғары көтерілгенде Ысырапылдан да өте үлкен періштені көрді. Әзірейіл қолындағы қағазға қарап тұр екен. Оның алдында алып бәйтерек өсіп тұр. Әр жапырағында тірі адамдардың есімдері жазылған. Әзірейіл алдындағы табаққа түскен жапырақты екі жағындағы періштелерге табыс етуде. Оң жақтағы періштеге оң қолымен алған жапырақты, сол жақтағы періштеге сол қолымен алған жапырақты беріп отыр. Әзірейіл пайғамбарды көріп иіліп сәлем берді. Пайғамбар жапырақта не сыр бар екенін сұрады. Әзірейіл: «Я пайғамбар, бұл бәйтеректің жапырағы үзілсе, жердегі бір пендеге ажалдың жеткені. Егер ол ізгі адам болса, оң жақтағы періште жанын алады. Егер зұлым болса, онда сол жақтағы періште жанын алады» деді. Пайғамбар қайғырып Әзірейілге:
менің үмметімнің жанын қинамай ал деп өтінді. Ол, ұлық Алла маған Мұхаммедтің үмметінің жанын қинамай ал деп күніне 70 рет ескертеді. Бірақ бір шартым бар. Үмметің Мұхаммедтің атына сансыз салауаттар жолдауды сүндетіне енгізсін. Егер солай жасаса, сен қайғырма, жандарын ауыртпай аламын деді. Пайғамбар жадырап сала берді. Әзірейіл періште де пайғамбарға жол бастап жоғары өрледі. Бір жерге келгенде ол да: «Ей Алланың хабибі, бұдан әрі бара алмаймын. Менің рухани болмысым Алла дәргейіне мұндай жақын баруға жаралмаған. Осы арадан қайтам, әрі қарай ұшсам, Алланың нұры қанатымды күйдіреді» деді. Пайғамбар пыраққа мініп жалғыз ұшты. Аршыдан өтіп үлкен дарияға тап болды. Сол жерге келгенде пырақ: «Ей Мұхаммед, мына дариядан мен түгіл бірде-бір періште өте алмайды. Дарияның шеті мен шегі жоқ. Ұшқан мақұлық дарияның ортасына да жете алмайды. Сондықтан мен әрі қарай алып ұша алмаймын. Сені осы жерде тосамын» деді. Мұхаммед пырақты қоя беріп дарияның жағасына келгенде ғайыптан жайнамаз пайда болып кетті. Ол адамша тіл қатып: «Ей Мұхаммед, менің үстіме мін, мен сені дариядан өткізіп Алланың дәргейіне жеткіземін» деді. Пайғамбар жайнамазға мініп 2 бас намаз оқыды. Жайнамаз ұша жөнелді. Көзді ашып жұмғанша оны дарияның арғы бетіне жеткізді. Намаз мұсылманның миғражы деген нақыл сөз осыдан қалса керекті. Жайнамаз бен пырақтың ұшу қарқыны аспан мен көктің парқындай екен. Жайнамаздың жанында нұр пырақтың шабысы жаяу жүргендей сезілді. Пайғамбар жайнамазды тастамай миғраждан үмметіне ала келді. Содан бастап жайнамаз киелі бұйымға айналыпты.